Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі, жасау жолы мүлде басқа, дәмі ерекше болып шығатын снекерс тортын жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамыздың сары уызын бөлек, ақ уызын бөлек алып аламыз. Сары уызын бөлек қоя тұрамыз. Ақ уызына сымшым тұз салып, әппақ болғанша араластырып аламыз. Енді үстіне қантымызды сала отырып, жақсылап аз-аздан араластырамыз. Неге біз араластырып болдық, енді сарысын дайындаймыз. Сары уызымыздың үстіне ванилин қант ұнтағын саламыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, енді осыны жоғарыдан төмен қарай видеода көргендеріңіздей біркелкі араластырып аламыз. Енді дайын болған тестімізді осылай менде 26 сантиметр табамызға құйып шығамыз. Градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Неге біздің тортымыз пісті, ағаш таяқшамен піскен піспеген тексерсеңіздер болады. Енді толықтай біз суытамыз. Крем дайындаймыз. Бөлме температурасында тұрған майымызды әппақ болғанша миксерлеп аламыз. Неге осылай миксерлеп алдық. Неге бөлме температурасында тұрған қойытылған шоколадты сүтімізді аламыз, яғни вареный сгущенкамызды аламыз. Осының үстіне құямыз. Екеуінің температурасы бір болу керек. Біреуі мұздай, біреуі жылы болса, сіздің креміңіз шықпай қалуы мүмкін. Сол себепті екеуінің температурасы бөлме температурасындай болу керек. Енді жақсылап миксерлейміз. Неге осындай бізде крем дайын болды. Бұны холодильникке салмаймыз. Холодильникке салсаңыздар, қазір жағылуы қиын болады. Сол себепті біз сыртта тұрады. Екінші кремімізді дайындаймыз. Салқын кілегейімізді кішкене қоюланғанша араластырып аламыз. Неге кішкене қоюланды. Енді үстіне салқын қойытылған сүтімізді құямыз, яғни сгущенкамызды құямыз. Неге біздің екінші кремімізде қоюланды. Бұны біз холодильникке қоя аламыз. Енді біз бисквитімізді 3 бөлікке бөліп дайындап аламыз.
Бірінші кремімізді жағып шығамыз. Қалған кремімізді үлкен қапшыққа салып аламыз. Ортасына жаңа дайын болған біздің нанымызды ортасына салып шығамыз. Жартысын алып қаламыз. Енді екінші кремімізді жағып шығамыз. Бұны көйлектерінің қапшығымызға салып аламыз. Şimdi қалған кремімізді үстіне жағып шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Енді біз бұны холодильникке қоя тұрамыз. Тортымыздың үстіне шоколадный суфлені құятын боламыз. Яғни салқын кілегейдің үстіне біз шоколадымызды салып микроволновкада ертіп алдық. Егер микроволновка болмаса, су моншасында ертіп алсаңыздар болады. Және де сәл суытамыз, ыстықтай қимаймыз. Суығаннан кейін барып құйсаңыздар болады.